Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 47-ші сабақ түбір мен қосымшаның жазылуы тақырыбында сабағымызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Олай болса, 36-шы жаттығу өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгі балбырап, жым-жыртыққа ұласты. Біз де үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде байрамыз. Өлең не туралы? Түн деп аталады. Балалар түнде неге әткеншек теппейді? Түн мезгілін күндіз уақытпен салыстыр. Өлеңде түннің батуы туралы, түнде барлығы ұйқыға бататындығы туралы айтылған. Түнде ойнауға болмайды, түнгі уақытта дем алып ұйықтау қажет. Күндіз күн жарық, қайнаған тіршілік болады, ал түнде қараңғы, тыныштық, барлығы ұйқыға батып дем алады. Отыз жетінші жаттығу. Мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Күндіз күн шығады, ол қайнаған нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. Келесі шығармашылық үзіліс. 38-ші жаттығу. Пішіндерді сәйкестендіріп, өлең құрап жаз. Ал енді біз пішіндер арқылы өлеңді шығарып көрейік. Бөкеңнің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы еліріп тұрады. Жазған өлеңіне қарамен берілген сөздердің түбірін тап. Түбір сөздің соңғы дыбысы неліктен өзгергенін түсіндір. Бізде қарамен берілген сөздер құлағы, лағы деген сөздер. Дыбысы жалғану арқылы сөздің соңғы дыбыстары өзгеріске ұшырады. 39-шы жаттығу. Ребусты шеш. Бізге берілген қ дыбысы және ара, тағы шана. Шана сөзінің на деген буынын алып тастасақ, бізде шығады қараша. Мінекей бүгінгі біздің түбір мен қосымшаға арналған қызықты сабағымыз бен тапсырмаларымыз аяқталды. Менің YouTube арнамда жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.